27-ші есеп. Ұзындығы 450 метр пойыз бағаның жанынан 25 секундта жүріп өтті. Пойыз сол жылдамдықпен 630 метр ұзындығы туннельді қанша уақытта жүріп өтеді? Біздің пойызымыз мынандай болсын. Және оның ұзындығы 450 метр екенін біз білеміз. Және ол мына бағаның қасынан 25 секундта жүріп өтеді. Ол бұл бағаның қасынан жүріп өтті деген сөз ол пойыздың басы да, аяғы да, яғни барлық пойыз жүріп өту керек осы бағаның қасынан. Яғни пойыз осылай болуы керек бағаның қасынан жүріп өткенде. Демек оның міне мынау артқы жағы пойыздың толығымен бағаның қасынан өткен кезде біз пойыз бағаның қасынан өтті деп айтамыз. Демек пойыз бағаның қасынан жүріп өткенде ол өзінің ұзындығын жүріп өтеді. 450 метрді 25 секундта жүріп өтеді. Онда біз пойыздың жүру жылдамдығын таба аламыз. Жылдамдықты табу үшін біз S-ті Т-ға бөлеміз. Сәйкесінше 450-ді бөлеміз 25-ке. Ол бізде 18 шығады. Демек 18 метр секунд ол пойыздың жылдамдығы. Енді ары қарай қарайық. Пойыз дәл осындай жылдамдықпен дейді. Міне біздің тағы да бір пойызымыз бар. Ұзындығы 450 метр. Ұзындығы 630 метр болатын туннельді қанша уақытта жүріп өтеді дейді. Ұзындығы осындай 630 метр болатын туннель бар. 630 метр. Қанша уақытта жүріп өтеді дейді. Біз түсіндік, пойыз бір жерден жүріп өту үшін ол толығымен жүріп өту керек, яғни оның алдыңғы жағы да, артқы жағы да толығымен жүріп өтуі керек. Демек, пойыз осындай болуы керек. Ендеше, мынау пойыздың артқы жағы мынау жерге дейін жету үшін, яғни түгел толық өту үшін осынша жолды жүріп өтуі керек. Демек, ол өзінің ұзындығын жүріп өтеді және туннельдің ұзындығын жүріп өтеді. Ол дегеніміз 450-ге қосамыз 630-ды. Бұл 1080 метр болады. Демек, пойыз 1080 метрді 18 метр секунд жылдамдықпен жүріп өтеді. Ал қанша уақытта жүріп өткенін білу үшін біз осы 1080-ді 18-ге бөлеміз. Сонда 60 секунд шығады. Себебі мына жерде бізде өлшем бірлік секундпен берілген. Ал біз 60 секундтың 1 минут екенін білеміз. Демек, пойыз 18 метр секунд жылдамдықпен 630 метр туннельді 1 минутта жүріп өтеді. Сонда нұсқалардың ішіндегі дұрысы А нұсқасы.